оқыдың деп әріп-әрпіне келтіріп жататын жер емес, оқып кете бересіз, болды. Енді қате оқымасаңыз болды, мағына өзгеріп кетпейтіндей оқысаңыз болды. Біздің қазақ оның үстіне тілі бір жерінде келуі мүмкін, келмеуі мүмкін, үйреніп жаңадан қадам басқан адам болуы мүмкін. Енді оны бәрін үйретіп алғанша өмір өтіп кетеді. Сондықтан көш жүрегілеп сөйледі, оқи беріңіз, қабыл болсын, уайымдамаңыз. Намазда әйел адамның аяғы шұлықсыз оқуына бола ма? Шұлықтың жағдай деңгейіне қарасты үстіндегі киген юбкасы, көйлегі егер тобықтан жоғары көтеріліп кететін болса, онда намаз өтпей қалуы ықтимал. 14 жастағы ұлым әкесіне кетіп, мен жоқта кітаптарын да алып кетіпті. Әкесінің еркіндігіне үйреніп қалған сияқты, мұндай жағдайда не істегенім дұрыс? Заң менен кімнің атында бала соның алдында сұралады. Бала кімнің атында заң бойынша, бала кәмелетке толмаған 14 жаста кімнің жауапкершілігінде болады, сол жауапкершілікте болу керек. Кейбір кезде жақсы көру деген сөз баланы еркіне жіберу деп түсінеді. Бала әлі таңдауды білмейді. Кім жылы сөйлесе соның артынан лесіп, кім жақсы сөз сөйлесе соның артына кетіп, кім айфон әперсе соның сөзін сөйлеп кетуі де ықтимал. Сондықтан бала мамасына барған кезде папасын жамандап, папасы мамасын жамандап, мамасын жүргіш қойып, әкесіне келгенде әкесінің шешесі жамандап, баланы онсыз да қалыптаспаған баланы жындығып қоймау керек. Заң менен жұмыс істеңіздер. Мен Құранның қазақша аудармасын оқып бастадым. Жақсы. Намазды бастауға қандай жақсы амал бар, соны айта кетсеңіз. Жамағатпен бірге болсаң, жұмадан бастасаң, жұмада көппен бірге. Өйткені ағаштан рең алып, адамнан тәлім алады. Жұмадан бастаңыз, жұмадан қалмаңыз, жұмадан барып көтеріле бересіз. Неге? Өйткені жұмада үйренесіз, не оқитынын білесіз, тілге қарайсыз, сізден де мықтылар отыр, сізден де төменде отыр, біреуіне қарап шүкір дейсің, біреуіне қарап тоба дейсің, сөйтіп барып үйренгенің жақсы болады. Адамға қарап үйренгені жақсы болады. Адам өздігінен жалғыз ағаш үй болмайды, жалғыз ағаш үй болмайды, жалғыз адам би болмайды дегендейін, жалғыз өздігінен үйренген қиындау. Неге? Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның өзі былай деген хадис бар. Салатул жамаа, жамағатпенен оқыған намаздың салатул жамаатул афдал, абзалырақ болады. Мен фәззи жалғыз оқығаннан бисамаина ва 20 дәрежа 27-есе сауабы артық деп келеді. Әйел адам айырылсам десе, шариғат бойынша талақ болады ма? Жоқ, болмайды. Әйел адам тамақ пісірмеген сайын, неге тамақ пісірмедіңіз, айырылсам дей береді. Әйел адам ақша берші дейді. Ақша жоқ десең, айырылсам онда дейді. Сөйтіп кете берсе бәрі қатынсыз қалып қалмай ма жер бетінде? Сондықтан әйелді не үшін? Бұл әйелді ажыраса алмайды деген сөз емес. Бұл әйелде эмоция көп. Сол айырылсам дегенде қой жаным, успокойся, әшейін ойнап жатырмын деп қалжыңдап, тамақ беріп, су шашып, ойнап, өйтіп біріңе қайрап, кішкене аздап ақша беріп, сөйтіп семьяны сақтап қалу керек. Әйел адам талақ сұраған сайын, еркек адам талақ бере бермейді. Не үшін Алла еркекке берді? Әйелді төмен түсірген үшін емес, еркек эмоция ол. Қазір бірақ кейбір еркектердің қылығы қатыннан ары. Әйел ол істемейді. Мен ата-енеме қызмет жасағым келмейді дейді. Ол менің міндетім емес, ойбай. Соған жолдасым ренжиді, мен бөлек шыққым келеді. Ата-енем қарсы емес, бақытты болсаңдар болды дейді. Ал жолдасым шыққысы келмейді дейді. Бөлек шыққан кесе шығып кете бермейсің, сағаты сен. Сен өзі выбери. Жалғыздық керек па, бай керек па? Бай керек болса, байдың қасында бол. Ата-ананы қыса берсең, жалғыз шығам дей берсең, кетіп қалады. Қайдан шығардыңдар осы? Ата-енеме қызмет жасағым келмейді, міндетім емес деген. Қай топас айтып жүр, оны айтшы. Жоқ ондай нәрсе. Әйел адамға да, еркек адамға да мен міндетім емес деп. Не басқа міндеттің бәрін қарқ қылдың ба соншама? Жоқ емес. Балаштыру дұрыс баға, дұрыс емес. Түсіме иттер қуып жүреді, дем салдырыңыз. Мәуліт түнде не істеген дұрыс болады? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірін жаттап алыңыз. Құр оқи бергеннен пайда жоқ, ана өміріңе кіргізіңіз. Өміріңізге кіргізіңіз. Бір сүннеті болса да. Таң намаздан кейін ұйықтап алуым керек болып тұр. Себебі күні бойы жұмыста. Бірақ таң намаздан кейін шыққанша ұйықтамау керек дейді. Менікі дұрыс па? Ұйықтап алыңыз. Сіздің таң намаздан кейін ұйықтамай, таң аттанша, күн шыққанша сон жұмысыңа барып, жұмыстың өнімділігін азайтып, аузыңды ашып, есінеп отырып, мазаң кетіп, түні бойы елдің мазасын алып, жұмысы бойы мазасын алып, содан кейін не жұмыста жоқ, не намазда жоқ, намаз оқып отырып, ойың айдалада болғанша, лучше асықпай таң намаз оқып ал да, намаздан кейін жатып ұйықта, ұйықтағаннан кейін жұмысыңа бар. Анау намаз оқуға болмайды деп айтқандар кішкене ситуациясына қаралады, жағдайларына. Ол парыз емес. Тұмар таққан дұрыс па? Жоқ, қажет емес.
тұмардағы дұғаны аузыңменен айтқаның артығырақ. Тұмардағы дұға ол әшейін дұға, қағаз болып қалады. Омырауда бала бар, зират басына баруға бола ма? Сіздер басқа уақытта бармайсыздар ма? Міне қазір бару керек па соған? Бала туғардың алдында, туғаннан кейін қазір бару үшін маңызды ма сол? Кейінірек барсаң, біреу кетіп қалмайды, ол қайтыс болған, жата береді ол жерде сені күтіп. Сен дұғаңды үйіңде жасай бер сол кісіге. Омырауыңда балаң бар ма, омырауыңда балаң жоқ па? Сауап үйден де бара береді. Космостан да, самолеттен де, даладан да, пойыздан да бара береді. Сен үйден де оқи бер, бара береді. Адам бала күніне зорлық көрсе, ол тағдыр ма дейді, жоға. Түсімде жас баланың табытын көрдім, аяғым ауыр дейсің ме, жүктімін, бірақ жақсылыққа жодым. Жақсылыққа жодым, дем салдырып қойыңыз. Жұманы жерсен қатты күнәлі боласың, жіберіп алсаң. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне келеді, себепсіз 3 жұма өткізген адам мұнафиқтардың қатарына өтетіндігі туралы мәтін келеді. Бірақ бұл жерде жағдайыңа қарайды. Себепсіз деген сөз. Қонағасында фотоға түсіп отыратындарға не айтасыз, дұрыс па? Енді былай қой алтыным, бізде барлық нәрсе қалып қазір сондай ұсақталып кеттік та, анау дұрыс па, мынау дұрыс па. Мысалы адамның өзінің деңгейі сол. Адам өліп жатыр, мына жерде селфиға түсіп жатыр. Жасыратын жоқ, кейде мен де барып қалған кезде құшақтап суретке түскісі келеді. Енді сол кезде өлдің ба, бәлім ба деген сияқты сөздер айтсаң, сәл адамдар түсін. Енді оның деңгейі сол. Адамның деңгейі сол, түсінігі сол, ойы сол. Енді онымен қарап көру керек. Адамның деңгейі сол болса, түйсігі жетесі төмен адамменен айтамайсың. Әркімнің жетесі. Біреуіне былай сөйлеген жағады, біреуіне былай сөйлеген жағады. Біреуге ұнайды ол, біреуге ұнамайды ол. Саған ұнау үшін өмір бақи біреуді баса беру керек, сонда ол жақсы екен дейді. Адамның деңгейі сол ғой, не істейсің мен. Цепочкада Алла деген жазу бар, тағу дұрыс па? Жоқ, керек емес. Өз-өзіме дем салдырсам бола ма? Өз-өзіңе дем салсаң ең жақсы сол. Саламатсыз ба, келін мен енеге ойыңыз қандай дейді. Бұл не сөз? Ма? Күшті. Келін, ене. Басынан сөз асырмай, енеге секіріп тұрған келінді кешіріп жүре берсем бола ма? Мықты мұсылманның психолог маманы ата-анаға келін қызмет жасауға тиіс емес деп айтады шариғатта. Таластай береді. Қазір бәрі психолог дін сөйлеп кетті ғой. Дінге дін деген сөздің д деген әрпі миына кірмейді. Сондықтан қияметте солардың барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан хадистегідей Құдайдың алдында жауап береді. Өз психолог болу керек, имам болу керек, молда болу керек. Әркім өз жұмысын өзі білу керек. Гинекологың да шариғаттан сөйлейді, көшедегі дворникің да шариғаттан сөйлейді, политикің да шариғаттан сөйлейді. Шаруасы болмау керек. Шариғат ол сенің ойнайтын дүниең емес, Алланың қойған заңы. Сондықтан он діннің маманы болмаса, имам, молда болмаса, қалған адамға сөйлеудің шариғаттан қажеті жоқ. Соның нәтижесінде намаздарымыздың өзінде паяқтық шығып, әркім әрқайсысы қолыңды бүйтіп ұста, бүйтсең де бола береді, бүйтсең де бола береді дегеннің дүниесі осындай болды. Тура сол сияқты енді келіннен сіздің ситуацияңызда мәншік ене мен келі, мысалы сен қызсың, ұзатылып кеткенсің. Енді сен үйге келіп алып, опалаң-топалаңы шығарма. Енең мен келіні келісемей айтса, проблеманы сен келіннен іздеме. Мысалы сен ұзатылып кеткенсің, сенің үйіңде мамаңды, өзіңнің мамаңды келін бытшын шығарып атса, екеуі келісемей айтса, сен келінді жек көріп кететіндерің бар. Жоқ, сен бұл жерде проблеманы бауырыңнан ізде. Екеуінің ортасына түспе. Жақсы ма, жаман ба, сол келіннің байы бар. Түзететін адамы бар, түсіндіретін адамы бар. Одан кейін сен келесіне от салып кетесің, сен сөзіңе қатын дегенді бүйту керек, қатын дегенді сөйту керек деп өзінше ақыл үйретесің, сен бауырың келеді, қатын текпілейді. Соны бір барыны үшін ұрып өлтіреді. Сен жауап бересің Алланың алдында, саған керегі бар ма соның? Сен өз қара басыңды өзің кеттің ба байға, өзің сүйреп кет. Бұл бір. Екіншіден, келін мен ене екеуі ұрысады, екеуі табысады, екеуі сөйлеседі, екеуі бір-бірін көңілін табады, екеуі бір-бірімен шығысады.
түптің түбінде. Сондықтан бұл жердегі үшінші адам орысша айтқанда третий лишний болып сен жайда қаласың. Бұл екі. Үшінші айтайын дегенім. Секіріп тұрған келінді бас алатын өзің шешеңнің ақылы өзі жетеді. Сондықтан сіз жөніңізбен отырыңыз. Ал енді келін болмай қырылысып жатса, онда қазақ айтады, болмағанға болыспа дейді. Оның өзі енелерінің шаруасы емес. Менің қайнатам 62 жаста, енем 55 жаста. Біз жақында бөлек шықтық. Атам мен енем күнде қырылып ұрса береді бір-бірімен дейді. Екеуі қалыпты, екеуі ұрсып бір-бірінің тілін табады. Имам, 14 жастағы ұлым түнде 102-ге хабарласып, анам мені алып кетсін деді. 10 минутта жетіп барсам, ойын өзгертіп, әкеммен қала берем деді. Бұл жағдайда не істеу керек еді? Бағанағы мәселе ме? Айттым ғой. Заң менен бала кімді болу керек, неге дейін, кәмелетке дейін, соның қолында болады, болды. Кейін арқадай өз шешім қабылдайды. Күйеуім саған 2 талақ бердім, давно дейді. Но мен естімедім. Бірақ кеше 3-ші талағыңды бердім дейді, мен үйленгенмін дейді. Ортамызда 2 бала бар, өмірден түнеліп кеттім дейді. Қашан осы біздің ер азаматтар ер адамға лайықты істейді екен. Енді кеттім десе не істейсің енді? Сені тұрғым келмейді деп талағыңды бердім десе, енді сен не істейсің енді? Ары қарай өмір жалғасады, өміріңді беліңді буып, ешкім-ешкімнен құл емес. Құдай оның тиісті жазасын берер, уақыты келер, түсінер, не істейсің енді? Енді сен тұрмайым, жасамайым деген адамның құл емессің, күң емессің ғой сен. Баратын жерің, басатын тауың жоқ, жерде қалған жоқсың. Елің бар, жерің бар. Енді сол 2 баланы аяққа қою керек. Оған мама керек. Бұйырса көріп жатарсың келешегіңді. Бірақ тұрмайым деген адамға құр қол болдың, меніңше қажеті жоқ. Енді сеніңді өлтіріп тыну керек пе енді, не керек енді? Не біле, бүгін барлығының бай кетіп қалған. Күйеуім басқа әйелге кетіп қалды дейді, бұл да кетіпті. Кішкентай балаларымен 1 тиын бермей отыр. Звондасам алмайды. Кредит алып алды атымнан. Төлемей қашып жүр. Полицияға барасың. Я Раббым, балама берген дерттен өзің ғана шипа аласың. Амин. Аға, түсінде қайтыс болған адам өз інісіне қайтыс болған шын өмірде келіп інісінің қайтыс болғанын айтып отыр. Дұға қой көреді. Келін деген мәртебеге де ие болу да келіндік міндетті шын ниетпен сезіп атқару да үлкен бақыт қой дейді. Дұрыс қой, бақыт қой. Сол келінді де бақытты сезіндіретін байы менен қайын жұрт емес па? Бақыты бақыт қой. Бірақ келінді құл қылып ұрып текпілеп атса, басын жарып өлтіріп атса, аузына келгенді сөйлеп ар намысын аяққа таптап атса, бақытың бақытқа айнала ма, тозаққа айнала ма? Қалай өзі сөйлейсіз? Келін болу бақыт қой дейсің. Дұрыс қой, бақыт қой. Бақыт болам деп шықты ол. Бірақ бақытыңның ойрайын шығарып атса мына жақта. Сіздің басыңызға тимегеннен түсінбейтін шығарсыз. Мүмкін сіздің басыңызда болмағаннан ұқпайтын шығарсыз. Ондай жоқ деп есептейтін шығарсың. Білесің не бір жауыздар бар екен. Осы бізді тыңдап отқандардың ішіне жетеді. Ішінде қорғайтындарыңыздар бар. Қазақтың еркектері мұсылманбыз дейді. Сүндетке отырғызады, бірақ істейтін істері христиан еркектерден жаман. Не істейсің? Христианға тиіп аласың ба енді? Христиандардың адамгершілігі көп сияқты, ол әйелді сыйлады. Қателесесің. Енді христианға тиіп ал, не дейсің енді? Біріншіден. Екіншіден айтайын дегенім, ондай сөз жоқ. Мұсылманның бұл жерде қатысы жоқ. Мен осы қанша рет түсіндірдім. Сіз үшін персонально жақсылап тыңдаваңыз. Жақсылап түсіндірдім, ашуланбай, жазбай тыңдай тұр. Ислам деген мына бөтелке, таза тұнық су. Мұсылман, мен негізі бір жаман адаммын. Бір любой адам, жаман адам. Мынадан ішсе, Құдай біледі қанша ішкен, бір іштім деді. Мынадан алдым іштім деді. Жақсы адам болып қала ма? Мәселе осыда ғой. Мына діннің қатысы жоқ бұл жерде. Нағыз дін тұнық нәрсе. Яки болмаса дін, ислам дін мен үстіндегі әдемі жакет, оюлы.
Бірақ мен жаман адаммын. Мен мынаны үстіме кигеннен жақсы болам ба? Мәселе осыда. Осы сөзге үлкен тұздық болсын, мына сөзді айтайын. Шайтан, жаңа сіз христиандар жақсы деген сөзіңізге. Шайтан айтыпты, өзім періште санап, сіз айтқандай мұсылманмын деп, сұмдықпын деп жүргендерден, сондайлардан депті, мен артықпын депті шайтан. Бірақ өзі жауыз оңбаған негізі, бірақ жақсымын деп жүргендерден мен жақсымын депті одан да. Сосын бәрі сұрап, неге өйтіп айтасың, ей шайтан депті. Сөйтсе шайтан айтыпты, мен өтірік айтып жасырған жоқпын жаман екенімді. Мен шайтандығымды барлық жерге айтып жүрмін, мен шайтанмын депті. Ол жасырып жүр деген екен. Бұл терең философиялық сөз, сөз ішінде бар. Әр жұма сайын садақа бергім келеді. Соны ата-анама берсем бола ма? Жоқ. Ата-ананы бағу, қарау, әйелді бағу, қарау, тоқалды бағу, қарау, баланы бағу, асырау парыз. Міндет болған адамдарға садақа жүрмейді. Бауырыңа бағу міндеттемесің, қарындасыңды бағуға міндеттемесің. Егер ол ұзатылып кеткен болса, ары қарай өсіп кеткен болса, күні саған тәуелді болмаса, болды. Яғни ата-анаға ешқашан садақа жүрмейді, ата-анаға ешқашан зекет жүрмейді, балаға, баланың баласына, немереге, шөбереге, тура сол сияқты әйеліңе, тоқалыңа зекет, садақа жүрмейді. Берсең сауап аласың, бірақ садақа деп бере алмайсың. Садақа жүрмейді оларға, түсінесіз ба? Садақаның өзінің иесі бар. Аға, жүрек іші ашып, өкініш толып тұр, не істесем болады? Аллаға айтасың. Кішкентай сыймай қалған киімдерді мусорға тастасам болады ма? Беретін ешкім жоқ. Ешкім алмаса тастайсың, істейсің. Қазіргі жастардың миы жоқ, бастарында ветер дейді. Тым жақсы үй болып отырмай ма? Әйел де бала да аманат дейді. Жоқ, балалардың бәрін олай деп айтпаңыз. Неге өйтіп айтасың, Клара? Сон біреу сенсің, сол сенің балаң, сенің бауырың, сенің қарындасың, бәрінде миы жоқ бола ма бәрі? Сіз мүмкін кездеспейтін шығарсыз. Қазақтың жақсы балаларын көрмейтін шығарсыз. Мүмкін көзіңнен тек қана жаман көрінетін шығар. Шыбында гүлдің бар екен білмейді ғой. Боққа қона бергеннен кейін. Сондықтан біз күнде интернеттен жаман нәрсе естіп бергеннен кейін мүмкін жақсы нәрсе барын түсінбейтін шығарсыз. Бірақ мен білем бар, кездесем, қаншама жақсы балалар бар, отбасын түтетіп отырған азаматтар бар, қаншама жақсылықты ұршықтай иіліп отырғандар бар, ұлы да, қызы да, қаншама бақытты болсам деген қазақтың алтын ұлдары бар, алтын қыздары бар. Енді біреу жаман болса елдің бәрі жаман деген сөз емес қой. Ол проблема бар, жоқ деп ешкім айтпайды. Бірақ оған діннің, адамның, қоғамның, басқаның қатысы жоқ. Әрбір адам жеке тұлға. Өзі заңның алдында да, Құдайдың алдында да өзі жауап береді. Оның тәрбиесі, басқасы. Енді жақсыны жаман десе жақсылық көре алмаймыз да одан. Жаманды да жақсы қылып тәрбиелейтін сен мен емеспін ба? Жамандағаннан біз жарайды, біздің жастарды сіз айтпақшы жаман десек, жақсыны әкеп бере ме бізге көрші мемлекет? Америка әкеп бере ме жақсысын? Ана христиан жақсы деп отыр ғой. Сол сияқты енді христианға тиіп аламыз да, енді бәріміз не істейміз енді. Өзіміздің қазақты аяққа таптап, онда жақсы жоқ. Онда жаманның біреу сені әкешің, жаманның біреу оңбаған сенің ата бабаң, солай бола ма не? Ертең ұрпағың тұқымсыз қалады онда. Бола ма сол? Жоқ, олай болмайды. Сондықтан жаман болса да жақсы қылып тәрбиелеу үшін отырған жоқ ма? Таңнан не үшін отырмын осыны? Өзімді көрсету үшін отыр дейсіз ба? Сол жаман неде естіген біреу болса, қой мен де өзгерейін деп бір-бірімізді баса бергенді қоймаймыз ба? Бір-бірімізді демеп, ондайлар бар, бірақ сондаймен күресіп, не үшін жан-жаққа барайын десем жібермейді. Қылқындырып өлтіретін болды мен. Басқа облысқа бар, бана жастармен кездесейін десем, сол жерден қылқындырып мен бастықтарымды жібермейді. Бармайды. Көзге түсіп кетесің. Ой бәле қаламыз деп. Енді істейді. Қолынан келгенше, ең болмаса мына жерде шекара жоқ қой, осы жерде айтайын деп отқан мәселе. Сондықтан сондай дүние. Қолымыздан келген жасайық бәріміз. Сіздің мамандығыңыз отбасы психолог ба? Мен барлығының психологымын, діннің маманымын, бәрін дінге апарып байлап, түсіндіріп айтамын. Қайсысы керек болса соны тауып бере аламын. Енем екеумізде спорный вопрос. Өзіміз Алматы облысынан, атам 2 ай болды қайтыс болған. Соған бүгін 7 нан салам дейді. Мен айттым, көз ашқалы жұма пісіріп жүрміз ғой, дедім. Соған ренжіп қалды. Мен айттым. Неге айтасың сен? Айтпай ақ отырмысың. Пісіре бер, бүгін четверг күні пісірсең 7 болады, ертең жұма күні пісірсең 7 болады. Екеуін қоссаң 14 болады. Нормально? Не болады? Артық болып кете ме? Соншама не? Бірнеше күн кете ме не? 7 нанға?
Нап сөйлейсің сен енеңде, нең бар? Бүгін пісірме, бүгін пісірсін. Ертең среда күні пісірме, среда күні пісірсін. А суббота күні пісірсе болмай ма не? Бола береді. Мен суббота күні пісіргім келеді. Мен жұмыстамын, жұмыстан босамаймын, суббота күні босаймын. Қабыл болмайды. Неге? Жұма өтіп кетті ғой, болды, все. Деп отыра бересің. Істей берсін, енеңде нең бар? Басыңа проблема іздеп сенің. Осы қараңға қыр, осы қатыннан күйдім деп сенің нең бар енді? Сен байыңа, балаңа жамандап, баласы жамандап, балаң келіп атасы үшін сені тепкілесе, жақсы бола ма? Нең бар өзі? 7 пісіре ма, 14 пісіре ма, 46 пісіре ма, бүгін пісіре ма, түстен кейін пісіре ма, таңда пісіре ма, түнде пісіре ма? Қабыл болсын деген аузынан сөз шықпай ма сенің? Просто жаттап алшы мына сөзі. Кабыл болсын де, болды все. Проблема шешіледі. Пусть Аллах примет деп қой. Болды все. Бітеді. Орысша кабыл болсын де, Аллаху акбар бола береді. Болды. Не қыласың басыңа проблема іздеп? Сен тағы пісіретің. Мен атам ол бүгін пісіріп қойды, мен кеше пісіріп едім ғой десе, мен атамды жақсы көремін, бүгін тағы пісіремін деп болды. Сен пісірдіңіз ба? Мен енді жұма күні пісіремін, біздің күні төркінімізде жұма күні пісіреді. Деме. Сен кеше мен де атамды жақсы көремін, мама деш. Ойбай, бетім-ай кімнің келді дейді мынау. Болды рахат. Проблема шешіледі. Тұрып алып бізде спор, енемізбен спор. О спордан бастады, жетінанына қырғыз кетейін деп тұрсың. Сен жетінан спорласа біле байса қалайын деп тұрсың қазір. Не бар? Үннеме тұра бер. Пісе берсін, болды рахат. Екеуін қосасын 14-нан болады. Субботаға пісірсең 21-нан болады. Болды, сөйтіп кете береді, болды. Бір жерде пейшенбілік дейді, бір жерде субалық дейді, бір жерде субботалық дейді. Какая разница? Істелсе болды емес па? Құдай тек қана по пятница принимает, что ли? Сау басына сақина тілеп сенде. Жаттап ал, кабыл болсын дегенде. Болды. Қолыңды бұлай қоясың, меніңе кабыл болсын дейсің. Болды, күшті болды. Проблема шешілді ме? Ерекше баласы бар отбасы туралы не айтасыз? Алла сабыр берсін дейміз. Ер адам қиналады, ер адам жәрдем берсін. Ер адам да қиналады, ер адам түсінікке келсін. Жаттадық, дұрыс. Сен жаттабаңыздар. Аллаға шүкір, өте жақсы отбасына келімін. Өз бауырларым да келіндеріне құрметпен қарайды. Аллаға шүкір, ниет түзу, тәрбие жақсы болғасын шығар. Сыйластық, құрметтік жоғары дейді. Тамаша. Бір ұрысқан жолын бәрі. Бір ұрысқаннан кейін осы сөзден айнып кетпе. Значит, әулеттің балалары әлі өскен жоқ деген сөз. Енді кішкене өседі. Содан кейін менің балам деген шығарды обязательно. Крайний случай өлгенде шығады біреу. Дүние таласқа шығады. Шықпауы мүмкін емес. Шайтан өліп қалады ол кезде. Болады. Сіз соған дайын болыңыз. Осының бәрін ұмытып кетпеңіз. Біз осының дайынбыз. Менің бауырларым, семьям, қайын жұртым жақсы дегенді ұмытқама. Просто қырылысқан кезде ұмытқама, жаманшылығын таппай қалма. Осы сөзді өліге жасасаңыз, Құдай береді онда сізге. Болды. Оны бірақ бізге мақтаудың керегі жоқ. Сіз өзіңіз білсеңіз болды. Мына жерден ішін күйдірмей қояйық. Сонда екен, мен сонда шығуым керек еді деп, қазіргі байларын жек көріп, адына қаласың Русланға шығу керек еді деп бәрі уайымдап жүреді. Керек жоқ. Жақсылығыңызда реклама жасамай қойыңыз. Жақсы ма, бақытсыз ма, бақытсың. Бізге какая разница сен бақытты болғаннан? Сен айтпай ақ қойыңыз бұл жерге. Мен бақыттымын. Бұл бізде бақыттымыз сен үшін. Жақсы. Гость мектеппен частный мектепке көз қарасыңыз қандай дейді. Гость деген болмайды. Неге? Өз қарашы, Сәулежан. Қазақ тіліміздің өзі итеративасын шығардық. Гость дегеннің бірінші қатия. Одан кейін гость деген болмайды, мемлекеттік деп айтайық. Одан кейін частный, оның өзі жартысы орысша, жартысы қазақша. Мектепке көз қарасыңыз қандай? Сұрақ белгісі тағы қалып қалған. Былай. Мәселе мемлекеттікі бола ма, мәселе жекеменшік бола ма, айырмашылығы жоқ. Барлығы ұрпақ тәрбиелеуге арналған. Сенің балаңды мектеп тәрбиелемейді. Осын түсініп алыңыздар. Мектеп құртты, бәріне мектеп виноват. Анау кеше анау қатын ұрып қойса, мына шошайған бір сақалы болса, сақалдылар виноват. Сақалдың вообще қатысы жоқ бұл жерге. Сақалдың қатысы жоқ. Сақалды Ленин де қойған, Карл Маркс та қойған. Сақалды керек десең, Амилай жақсы көреді сақалдыларды ше. Мүмкін Амилай ұнайтын шығарған, білмейміз ғой енді. Сондықтан сақалды деген сөз исламда деген сөз емес. Түсінесіздер ме? Сақалды орыстар да қояды, поп та қоя береді. Сондай дүние. Мектептің
де бола ма? Баланы үйде тәрбиелесек, қандай мектеп болса да жақсы. Бірақ біздің балаларымыз, менің түсінігімде, оқудың ең жақсыларында оқу керек. Әрқайсының өзінің плюсы бар, әрқайсының өзінің минусы бар. Кейбір кезде, енді барлық мектептерге тиесілі емес, мен бір нәрсе айтып берейін. Мынау жекеменшік мектептер. Жекеменшік мектептер ақша төлейсің сен. Осыны жақсылап тыңдап алыңыздар. Жекеменшікке ақша төлегеннен кейін, кімнің арбасында отырсаң, соның сөзін сөйлейсің. Кім төлеген, сенің балаңа сөйлей ала ма? Сен айына 2 миллион төлеп оқытсаң, сенің балаңды, кешіріңіз, тупой болса да ақылды деп қоя береді. Көп мектепте. Неге өйткені сен кетіп қалсаң, оқытпай қойса сені 2 миллионнан ажырап қаламыз ғой біз. Біз 2 миллион беретін адам аз. Санаулы адам өз. Сондықтан сенің балаңды не болса да оқытып, мақтап бір пәле қылбайды ілінді білдіп шығарып жібереміз. Ондайлар барын білеміз. Бәрі ондай емес, көп ондай. Сондықтан андай мемлекеттік болса сабақ бермейді деп түсініп жүргендеріңіз бар. Жоқ, ештеңе жоқ. Оқитын бала қандай жерде болса да оқиды. Бірақ баланы талпындыратын, жігерін құрыштайтын ол орта. Сондықтан қай жерде балалар жақсы оқитын озаттарға кірсе, онда жақсы болады. Бірақ баланы өзіне де қаралады. Аға, күнде түс көре дұрыс па? Дұрыс, жақсы. Аз ұйықтасаң, аз түс көресің. Көп ұйықтайсың деген сөз. Аға, қалайсыз? Енем қызыма осы ұл болғанда Алла бір етті аяпты деп қоймайды. Үлкен қызыма да солай айтатын. Жақсы бір нәрсе айтыңызшы, кесіп статусқа салам дейді. Енемді сындырам, ауыздарын тілем, айырам, бычыттарын шығарам ғаз сізбенен. Бүйтіп тұрып қылашпен ауыздарынан бычытын шығарып тұрып тіліп жіберем бәрін. Аяқтарын аспаннан келтірем деген сөздер қалып қалған жақта. Өзім айтамағанды сіздің аузыңызбен бәрін аузын жабам деп. Енең сені де, мені де, мен жоқ едім осы списокте, мені де боқтайтын. Зачем? А так сені боқтай берсе бір ағалым жеді. Зачем мені боқтатасың сен? Сонда сен енең үшін өмір сүріп жатсың ба? Енеңнің аузын жабу үшін, соседтерді аузын жабу үшін, тағымның аузын жабуымыз керек. Қайнаталардың аузын жабу үшін, тещалардың аузын жабу үшін қолданасыздар ма? Болмайды. Дінде ол үшін қолдана болмайды. Екі айлық балам бар. Ол ұйықтаған кезде мен де ұйықтап алам. Маған айтады, ол ұйықтай беруге болмайды. Өлідей дейді. Сол қаншалықты дұрыс? Аха деп айта бер. Аха деген жатты бол. Деді ұйықтай бер. Деп ұйықтап бол. Жақсы болды. Сөз тыңдама. Сен мына самолеттерде мына не береді? Құлаққа тығатыншы. Сондайдың күштерден алып ал. Пластмастан, неден бақшен кетіп қалмасын. Лорға барып. Уха горло носқа барып жүрмей. Мына құлағыңа жабыстыратын нәрсе жабыстырылды. Десін жақсы болды. Спокойно. Сөз қолама. Бәлеге жолғасын. Сен өліксің, сен сасықсың, үйің бұлғаны батыр десе келін. Деді ұйықтай бер болды. Деді соны. Ашылып қояды. Бұл өзгермейді дейді болды соны. Суббота мешітте боласыз ба дейді. Мешіттемін. Енеммен арамыз жақсы дейді. Бірақ күйеуім асырамай жүр. Алтындарымның бәрін сатып жіберді. Менің тапқан ақшамды сұраусыз жаратып тастады. Менен бәрін жасырады. Отбасыда сенім жоқ. Сен енеңді қайрайсың. Енең айтасың, мен қарашына балаңыз өстесін. Сонымен өзіңді түк білмегенде күліп жаным деп күтесің. Енең өзі оңбаған, ей сорлы деп тұрып айтады балаңа. Сен мына келіннен ажырасаң қаңып кетесің деп айтады. Сен үндеме. Сен сөйтіп қойда өзің спокойно отыра бер. Жаным деп болсын. Сенің күйеуіңді тәрбиелейтін мамасы бар. Сен жақсы қарап ет болма. Саған лайфхак. Сәлеметсіз бе? Ақша қанша тапсақ та берекеті жоқ. Неге? Берекеттің көп жолы бар. Соның ең негізгісі ынтымақ, ырыс, адал дүние, Алладан сұрау, зікір, дұға, ата-ананың батасы, қайыр садақа, өз берекеге көп нәрсе кіреді. Түскен шашты жинаймын, соны көмген дұрыс па, әлде өртеген дұрыс па? Оның бәрін жинап, не істейін деп бір мешок болады сен шашың. Шаштарың бар, басқа нәрсең бар, бәрін тырнағың бар, кескен нәрсе, түсіп қалған кіндігің бар, аппендицитің бар, тағы бір нәрселерің бар, бәрін жинай берсең үйде балкон толады. Айналайын. Таста оның бәрін, көміп таста.
енді көметін жер болса. Сен де қазу үшін уже траншея қазасың. Саған экскаватор керек болады қазу үшін. Ондай кезде Мысырға таста. Экскаватор жалдап, тағы да оған 50 мың теңге төлеп, Қазақстанның бәрін қаза беретін болсақ, жердің астын бәрін қопарып болмай қалады жан. Керек емес. Таста бірақ. Бірақ канализацияға тастама. Кейбіреулер канализацияға жібересіздер, канализация бітеліп, мұрныма бет екі қолын тығып жіберсем не болады? Жақсы бола ма? Сол сияқты тықпа оны. Канализацияға тығып, ағызып, жал аяқтарды ағызудың қажеті жоқ. Арам болады. Үйге қонақ көп шақырғым келеді, бірақ та тамақ дәмді жасай алмаймын дейді. Байыңнан бастасашы, күйеуің сенің қонағың, номер бірінші. Соған жасай бер. Қолын жасай бересің, үйретесің. Бірінші нанның тесіліп қалады, соңғы бір түрлі болады, қатық болады, селейіп қалады, болмай қалады, дәмі кетеді, тұзы көп болады, аз болады, кейде YouTube деген бар ғой, YouTube деген бар. На телефонда YouTube деп тересін шығады. Сол YouTube-қа барасында как приготовить бешбармақ дейсің шығады. Как приготовить вкусный тамақ дейсің, вкусный тамақ шығады. Крайний случай Алекса қайд. Бұл шығарып береді, сөйтіп жейдесің. Бірақ байың жей берсін. Оған бәрібір жей береді. Қарны ашып келгенде аузына тыға береді, сөйтіп үйренесің. Күшті болады. Ол да семіреді, сен де үйренесің. Кейін дәмсізбейтін болып байқысы. Қоғамда болып жатырған қайғылы оқиғалар туралы қандай ой пікір айтасыз? Адамдар сондай жауыз болып бара жатыр ма? Қаракөз қыздарымыз артында қалған кішкентайлар періштелер қалды дейді. Бұл әлбетте мен кеше ғана айтып жүрген нәрсе емес қой. Ол үшін баяғыдан бері осы әйелдің құқы, еркектің абыройы, еркектің дәрежесін қаншанда айтқанда маған мен кейбір өз әріптестерім күлген мазақтап, бұл қатындардың молда имамы, әйелдердің молдасы деп. Енді өздерінің қыздары өлтіріп, әлсіз қауымды сондай жасап атқаннан кейін көздері жетіп атқан сыңайлы. Баяғыда айтуымыз керек еді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақтаған түркі халқы әйелді құрметтеген. Біз ұмытып кеттік, әлім жеттік, бізде сол әйелге жеттік әзір. Еркектерді ұрып сабап, армияда сабап, мектепте сабап, университетте ақшасын тартып алып. Ол сол бір күндік болған нәрсе емес ол. Ол сол школдан басталған, ол кезде жасырғанбыз. Ауруыңды жасырып едің, өлім әшкере қылды. Сондықтан ол еркектің бәрі жаман деген сөз емес. Бар ішінде отбасын асырап отқан әкелеріңіз бар, аталарыңыз де жаман бе не? Әлі де бар, Құдайға шүкір. Тек қана шыбын сияқты болмау керек та, боғыз дей беретін. Ара сияқты болыңыздар, жақсылық нәрсені көріңіздер, бар, Құдайға шүкір. Өсіп жатыр. Оны бәрі ажырасып кеткен жоқ қой, ешкім қатын ұрып өлтіріп жатқан жоқ. Ішінде біреу сондай ақымақ болса, бәрі ақымақ деген сөз емес қой. Болады, ондай болғаннан кейін сол, бірақ тәлім болу керек. Бәрімізге тәлім болу керек. Қоғамда осындай проблема бар. Ресейдің Варламов деген блогері бар. Миллионниктардың біреуі, қазір шетелде жүрген, жаңылмасам. Сол Варламов жуырда Қазақстан туралы арнайы осы аузымызды кептірмей өткенде ғана айтқан. Қазақстан туралы, Қазақстанда әйелдердің құрны төмен түсіп, еркектер өлтіріп қырып атқандай айтқан. Сол кезде мен түсінігім. Енді мен білем ондай проблема бар екен, өйткені алдым өте көп келеді, маған көп жазылады. Сонда Варламовқа дейін айтатын болдық па деп сондай халге жеткенімде, міне қазір соған тағы дәлел ретінде тұздық болды. Інім қайтыс болған соң келін кетті. 5 баланы алып, енді балаларды көрсетпейді дейді. Дұрыс қой? Өзі біледі ол. Не алады оны көрсетіп? Көріп не істейін деп едің сен, айтшы. Тірісінде көрмеген балаңды не істейсің? Бауырыңның баласын жақсы көресің ба, ақша бер. Бол, жақсы көру деген сол. Қазіргі жақсы көру деген ой, жаным деген сен керек жоқ жаныңды. Жаным болды, бітті. Сен өз балаңа жаным бола бер, болды. Бауырың баласын жаның аши ма, ақша бер. Оқыт. Айт, мойныма 5 балам біреу мойным алам де. Мен өзім қарзым былай де, кредитімде. Шо қарзға батып сен балам бауырың баласын оқытам де. Жарасақ сол кезде. Тұрып алып тұр, мамаңды жамандайсыңдар. Көбі сөйтеді. Сен мамаң дұрыс қарамаған біздің бауырымызға деген сөздер айтаса, мен ойлайсың білмейді деп. Бәрін білеміз. Тағдырдың жақсы білемін не істеп көріп жатқан. Одан кейін жақсы көру деген сөз қазіргі заманда құшақтап сүю емес. Жақсы көру деген сөз балаға травма салып жылатып оны, сен папаңды ұмытып кетпе, бізді ұмытып кетпе. Не пайда сен құрып жылатқаннан? Бала етіп біледі, сен тұруын біледі, сен таниды, не пайда? Сөзден басқа құрғақ сөзден пайдасы жоқ. Не пайда ол? Ұстаз, мен бойдақпын дейді, үйленуге қорқам дейді. Таңдауым қате болсашы, ұстаз бір мотивация беріңізші дейді. Таңдауын қате болса тастап кет, тағы біреуін тастап кет. Қазақстанда қызғамайды ғой.
Қатынға майдай саған беретін. Бәрін алып тастай бересің өзің. Бастық қатырма. Балаға саған үйлену керек па? Ақша жина болды. Ақшаң көп болса болды, бәрі жақсы болады. Сен переживать етіп, шегірткеден қорқып бидай салмай отырма сен. Сен кездеседі. Қазақтың бір қызы бар саған бұйырған. Жақсы бір пұшық қызы бар, қара қыз. Бағың ашылады жаным. Уайымдама, ақша керек. Ертең айылың қанша ақша болса да ақша таппасаң ғана қырылсасың. Қазіргі құндылық бөлек. Түсінесің ба? Мен сені шынымен жақсы көремін. Керек жоқ жақсы көргенді. Ақша болса өзінен де жақсы көріп кететін сияқтысың ғой. Өзінен өзі келеді. Сен бәріміз жақсы көретін боламыз. Мен де жақсы көретін боламын, ақшаң көп болса. Не то, что әйелің мен де жақсы көретін боламын. Сондықтан жұмыс істейтін уақыт қазір. Ақша табатын уақыт. Мыналарға түсіндіріңізші, біреу кофе дейді, біреу бала шу ма? Бала шу харам болмайды, харам. Аға, менде дуа бар дейді, жолыңды аштыр, дуаны алдыр дей береді. Ол дұрыс барса, дұрыс емес. Басымды қатырма деп. Басымды қатырма. Басымды қатырма деп. Точно айтасыз. Еркек, мен сіздерге бір формула айтып берейінші. Жаттап салып қойыңыздар. Еркек жұмыста үйге асығатын болса, үйінен шыққысы келмесе, телефонын қойған кезде қорықпаса, үйде да, телефонына жабысып туалетке кірмесе, пароль қоймаса, қатыннан қорықпаса бейтіп телефонынан, бұл әйел ең бақытты әйел. Болды. Сізге консультацияға келсе бола ма? Келе бер. Осы жерде ала берсеңіз консультация, тегін менікі. Келсең уақыт кетеді, адам көп күтіп тұрады, қиналып қаласың. Айтарын ұмытып қаласың, мен көргеннен кейін бүйтіп ұмытып қаласың. Не айтайын деп едім деп отырады осы. Содан ең соңында тұрады да, селт кетсекші дейді. Сондықтан лучше қазір осы сұрай бер, жақсы болады. Мен де сен көрмеймін айта беремін. Мен де ұялып қалам айтпесе. Негізі үйде тамақ дәмді жасаймын. Итке де қалмай қалады. Қонаққа келгенде. Қонаққа келгенде, қонақты... Қонақтарда... Бақытты екенмін дейді. Бақыттысыз. Бақытты соны просто бағалай білу керек. Бағаламағанға бақ қонбайды. Басында қуанышыңды әйелі, күйеуің сені қорғай ма? Сен бақыттысың. Ақшаны жай ашын айтып атқан ғой. Сүйеу, жақсы көру деген не? Қорған болу. Мешекті көтерісі емес. Пакетті көтеру емес. Кейбір әйел өз көтеріп жібереді, бай тұрса да. Ол сонысымен бақытты. Әлбетте еркек джентльмен емес. Ол жерде проблема. Бірақ сені қорғаса, тамағын тапқаның аузың алып келсе, еще ең бақытты еркек әйеліне ақша бергенде өзі кайф алады содан. Соның қуанғанынан ләззат алады. Содан өзі мәз болады. Балаларын қуантқанынан соған мәз болады. Үйге жүгіріп келіп, асығып құшақтағаннан мәз болады. Оның да қатыны миды жейді. Оның да баласы жылайды. Оның да баласы проблемасы бар. Ол да бай емес, ақшасы көп емес. Бірақ үйіне асығып, жәрдем беріп, әйелі де оны құлғып жұмсамайды. Екеуі бір-бірімен дұрыс шығалса, бұл мағынасы. Таң атқан кезде қасынан тұрғын келмесе, ол қолтығының иісі бар, иісі бар болса, тұрғын келмей мас болса, онда жақсы. Сүйгенде басың айланса, ол басың айлаған жақсы көргеннен емес, насыбайдан. Насыбайды сен басың айланса, ол да жақсы. Сөйтіп бақытты өмір сүре болды. Басқа ешкім әкеп бермейді саған бақытты. Соның қадіріне жетсең, сөйтіп құралады, сөйтіп жалғасады. Идеальный бай таппайсыздар. Қайықтан тапсам екен, біреудің байына қызы болуым керек жоқ. Жақын адамның жаназасын көріп не болады? Уайым. Өледі деген сөз емес. Біздің үйдің әкесі ақша табады, бірақ карточкасы менде дейді. Сіз бұны айта бермеңіз. Байың есе қазір карточканы аждап қалайын деп тұрсың. Бұл оңбаған екен деп жоқын дейтпе. Демей ота берсеңіз. Байым без конца екінші қатын аламын деп әдейі айта береді. Не істесем болады?
сен жақсы көреді ол. Сөйтіп сол арқылы сенің махаббатыңды оятқысы келеді. Еркектер сіз ойламаңыздар. Айтса ол алады деп жоқ. Айтқан еркек ала алмайды. Алмайды да. Просто ол сенің ана жынданғаныңды көрсеткісі келеді. Не деп бит. Сонымен ондай кішкене газлайтермен сол сондайдың бір несі жұққан да оған ауруы. Құдай қаласа 85-ге енді әперем, айналайын, жаным әшейін деп 85-ге дейін өліп қалмашы деп тілеңіз болады. Сонымен қояды ол. Өзі армандайтын, байқұстың бір ғана арманы қалды сол. Бір ғана арманы. 85-ге енді өзім алып берем саған де. Сосын зато 85-ге дейін күшті жүреді, бетіне әжін түсірмейді, шашын ағартады, кремдер жағады, аяқ буыны спортпен заниматься етеді, өліп қалмайын деп сөйтіп жүреді байқұс. 85-ге бір жана шығады өзі. Ұстаз, екінші әйел алуға әйелдің рұқсаты керек емес дейді. Ол қалай? Керек. Жолдасым арағын қоймайды, мазаны алады, ақша албаты шашады. Не істесем болады? Оқытып қойдыру керек, апару керек, орталықтарға апару керек. Алкаш болған жақсы емес. Ұстаз, күйеуім барайық деп бір кісіге апарды, дем салдырам деп. Ол кісі шайтан ой салады. Ит ұқсас шайтан бар дейді. Өзің шайтансың де. Өзің шайтансың деш, көтеріліп кетсін, нерві көтеріліп. Сенде шайтан бар да, сен өзіңде шайтан бар де. Айт, мен де ақша жоқ көзе жама, шайтандар келеді маған де. Мен ауырам де, нервім келеді, жыным келеді. Байым ақша алып келмесе болды, жыным келеді. Сондай современный шайтандар келгенде. Болды, не аласың, айта бер. Негізі бармау керек, барып қалған екенсің, ештен кетпейді. Атырауға шақырып отыр. Біз Құлсарыға барамыз бұйырса. Құлсарының шақыруы келді. Бұйырса барам Құлсарыға. Намаз жайлы айтып берсеңіз, қалай бастауға болады? Есенәлі, жұма намаздан баста. Жұмадан қалмай. Жұманы сағынып, жұмаға бар. Алдыңғы қатарға отыр. Алдыңғы қатар бизнес класс. Сол бизнес класстан қалма. Сол бизнес классқа жабысып жүрсең, жұғады. Молдаға жақында. Постоянно молданың бетіне бүйтіп қарай бер. Ғашық адам сияқты. Сол молда да саған қарап бүйтіп. Ол да не беретін болады. Сон бір-бірімен контакт болады. Сон молда насихатын саған айтатын болады. Сон екеуің дос боласыңдар. Ең соңы жақсы болады. Сон түбі құда боласыңдар. Жақсыға жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат дейді қазақ. Тұрмысқа шықсам, сізге неке қидыртқым келеді. Жених табу ғана қалды дейді. О, Құдай сыйлады. Сен бірінші тоқым алып алыпсың да, бірақ атың жоқ екен. Бірінші атқа тоқым емес, бірінші ат керек, тоқым табылады. Сондықтан сен молда қиятын неке, молда асықпа, сен бірінші бай тап, бай проблема, молда жетеді қиятын. Бағың ашылсын айналайын. Алла бұрынғы өткен әулиелердің басына барғанда ниеті қандай болу керек? Екі ниет болу керек. Біріншісі сол кісілерге дұға қылу, екіншісі тәлім алу. Қасиетін жұқтыру дегенде қазір анау истиғаса үкімін айтып кеттік қой біз далбаслап. Негізі халыққа ондай үкімдер айтылмайды. Біздің түсініктерімізде зиратқа барудың тек мына екі мақсатын ұстануымыз керек. Біреуі дұға қылу, соларға. Олардан бата алмаймыз, өйткені қайтып кетті олар. Оларға дұға қыламыз. Екіншісі солардан тәлім аламыз. Өмірдің өз екі ақ заңы бар. Біреу өлім бар екенін ұмытпа, екіншісі сол бірінші заңды ұмытпа. Бәрібір сол. Әйел адам намазды қалай бастаса болады? Өзі бастай береді. Любойынан бастай бересіз. Араласатын жігіт көп, үйленетін ойлар жоқ дейді. Жауап осы жердедір. Араласатының көп, азайт. Араласа берсен, мынаның жігіті көп екен дейді бәрі. Сен азайт. Керек емес жақтан атпыста, ішінен көрініп тұрады, май-майға біреу. Сен ең әдемісіне қара. Қарама, ең түр жаманына қара. Содан көтерілген жас. Сен ең әдемісіне қарайсың, әдемі саған қарамайды. Сен келіспегенсің, шашын қарама бір нәрсе. Ұнамайды оған шаш қаралады. Шаш ұзындар жарасады. Сен өзіңе ең жаманнан қарасаң, сонда ол ең жақсы болып көрінеді. Ең жақсы болса, сен түбінде ең жаман болып қалдық деймін. Түр онша емесіне қарасаш,
Сонда ол да сен менсінбей жүр, олар жүр, маған қарамайды шығар деп. Сен қарасаң сразу байға тиесің. Мысалы лайфхак. Алладан ғана сұра дейді көп молдалар. Әруақтар желеп жатпау керек дейді. Қалай әкемнің әруағы қолда деп айтып жүрем, сол дұрыс па? Негізі құр айтқаннан пайда жоқ. Әкеңіз сіздің қолдағаннан бұрын сіздің қолдауыңызға мұқтаж болып тұр да. Сіз дұға қылыңыз, сіз өзгеріңіз. Осы біздің айтылған сөздерді жақсы тыңдаңыз, өміріңізге кіргізіңіз. Сонда сіз аруақты сондай қолдаған боласыз. Қазақ айтпақшы, аунайды дейді. Адам не үшін аунайды деп айтады қазақтың сондай терең философиялық сөздері нағыз руханияттың бастауы. Қараңызшы, ас берсеңіз, Құран оқытсаңыз, садақа берсеңіз, аруақ аунады дейді. Аруақ қашан аунайды? Аунау не үшін аунау? Өйткені домалап аунаса тазарады екен адам. Малдың да түлеген кезде аунайды жылқылар. Сол аунаған кезде денесі тазарып, түктері тазарады. Сол аунап атаңыз жәннетке кіреді. Егер сіз сол атаңыздың аруағы желе деп емес, сол атаңыздың, әкеңіздің аруағын желеп, сіз өміріңізді өзгертіп, жақсылыққа бет бұрсаңыз, сол маңыздырақ болады. Неге тахарат алғанда тамақтың астын сипау макрух делінген дейді? Бір. Сүннет пен парыз арасы намаз жайын шығып қайта бисмилlah деп айту керек пе? Үшінші сұрақ, намаз үшін әйне сол сүлі болуын. Бір жыл бұрын дейді, қиналып жүрмін дегенде намаз бастады екенсіз, қазір намаз бастадым, шүкір дейді. Альхамдулилля. Жаңа намаз сұрақты қайта қойыңызшы. Ер әйелмен дейді, жүргіштігін қоймайтын еркекке не істеуге болады? Дым ұялмайды, оны мақтаныш қылып айтып отырады жүргіштігін дейді. Бетсізден беті бар ұялады дейді. Енді аузы оның сондай лас болатын болса, сіз сондай дәрежеге түспеңіз. Өзі қыз өсіп отырған шығар, бетіне қараңыз да, өзіңде бала өсіп отырсың ғой, өзің білдіңіз деп қойыңыз. Кейде ақымақ сөзді үндемеге жеңеді. Не айтайын деп отырсың сен, да деп ұрсып семьяңды шайқап алма қызым. Енді оның деңгейі сол кейде негізі күнә істегеннен де күнәні айтқан ауырырақ болады. Сондықтан оған қоя сал болды. Өзің білден болды. Көршім намазхан дейді. Жұма сайын шақыртып Құран бағыштауға бола ма? Болмайды. Көршіңе тиіп аласың мына тұрыңмен сен. Көршің екі қатын алып, сен де тиіп алып масқара болып кетесің. Шақыра берме оны. Содан ол басқаша ойлап қалады. Шақыра беріп, жұма сайын келе береді үйіңе. Соседтер көріп, мына что-то кіріп кетті мынаның үйіне. Молда екен деп екеуің жабысып, бақың ашып кетіп жүрмесін айналайын. Соседке тиіп алғанда жаман емес негізі. Бірақ оның қатыны мен жау болып, сенің үйіндегілер түсінбей қап, Құран оқытудың аяғы сондай сайыз болып кетсе, енді жаман емес негізі. Бірақ керек емес. Айт, Құранды өзің үйіңде оқи берді. Тамақ пісіріп беріп, оған шелпек апарып беріп, содан кейін пирожки апарып беріп, аяқ жақ пермен пісіріп, соны үйіне келін болып кіріп алайын деп тұрсың сен. Хитрый, алыстан арқалағанша жақыннан дұрып алып, соседтің байын тартып алма. Қой. Өзің оқи бер Құранды. Еркек оқысын деген белгі жоқ қой. Әйел де оқи бер. Бағың ашылып беріп, соны тиіп алсаң, енді ол қатыны жоқ болып, сенің байың жоқ болса, онда рахат, онда тиіп ал. Сол шелпектің арқасында құрылған союз деп мен екеңді қиып берем, күшті болады. Шелпектің осы жерде пайдасы болады. Семья құралады. Жақсы болады. Солай болса, болмаса қиын болады жаным. Қой. Өз үйіңді өзің оқи бер. Сенің Құраның қабыл. В точку дейді, көрдің бе? Опасный, көрдің бе? Соны шерпе апарып беріп, ол кіріп қарсы алып, екеуің ыржиып бір-біріңе
Не болсын? Шелпектің аяғы. Жақсы. Бәрін бастаған шелпек еді деп отырайық. Бәрі сол шелпектен басталды деп. Құран оқыса қандай аятты оқып айту керек? Білгеніңді оқи бересің. Әке шешеме өзім Құран бағыштасам күшті болады. Или қате оқуға қате бола ма? Күнәсі ауыр деп естіп айта береді, оқи бер. Сенікіден артық ешкім оқымайды. Сен оқи бер, өзің оқы. Сәлеметсіз бе, байым талақ берген. Үштер деген несі? Қайта неке қалай жасаймыз? Мешітке барып нақтылау керек. Нәрестені 40-нан шығару жайлы айтып жібересіз бе? Ұл баланы ерте шығара ма дейді. Иә, ұл баланы ерте шығарып дұға қылады. Енді тура 40-нан шығарса да болады. Бұл енді жағдайға қарайды. Қазір ол қадалып қалған нәрсе емес. Неге? Өйткені сенбі жексенбіге 40-нан шығарудың өзі бір церемонияға айналып тұр ғой қазір бізде. Сондықтан оған жұмыста шығаратын адамның жұмыста болуы мүмкін. Соған сенбі жексенбіге келтіріп жатсыз ғой. Сөйтіп сенбі жексенбі тұрады. Мысалы, марқұмның 47 жылдығын бергенде де солай. Сенбі жексенбіге келтіріп жатырмыз ғой жұмысымызға қарай. Асып кетіп жатыр, кейбіреуі жетпей қалып жатыр, проблема жоқ одан. Зират басына апта сайын баруға бола ма? Біреулер көп баруға болмайды дейді. Соны айтып жібересіз. Көп баруға болмайды. Өзі зираттың басына екі-ақ мақсатта барады. Дұға қылу үшін, екінші тәлім алу үшін болды. Тәлімді үйден ала бер. Анда-санда барып ұмытып кетпей, қай жерде екен деп барып сағынып, қайтып дұға қылсаң болады. Бірақ сөйлесіп кетудің қажеті жоқ. Келдік, мін тағы өткен аптада келіп едім, биыл тағы келем, келесі аптада тағы келем деп айтудың керегі жоқ. Садақа бергенде не айту керек? Қызым оқа түсіп еді басқа қалаға дейді. Енді проблемаң бәрін айтып берсең керек жоқ. Ауруым бар еді, ішім өтіп жатыр. Мынандай ауруым бар еді деп басынан айландырып, дем салып үш рет оқып, денеңе сүртіп ұйқалап, подаграң болса подаграңа сүртіп, қотыр болса қотырға жағып, абай салған адам бәрі қотыр болып, бүкіл әлем қандаламыз шығып отырмасын, керек жоқ. Сондықтан ештеңе айтудың керегі жоқ. Алла өзі тек біліп тұр ғой. Айтып, оқып, қалдавайт етіп, аурудың бәрін ала кет, со кеткеннен мол кет, мә саған деп берсең, байғыз жүрегі шығар. Сондай сәлем айтудың керегі жоқ. Алла көріп тұр ғой ниетіңізді. Солай. Қыз үшін, мына бала үшін демек, бере бер, Алла көріп тұр ниетіңізді. Кете берсін. Алла көріп тұр, қабыл болсын. Тұрып алып тұрып, ананың алдында айтып, мынаның алдында айтып, дұғасын оқып, анау қолын жайып тұр, сен қолын жайып тұрсың, оқып, қалдап айтып, мә деп басына беріп жүрсең, байғұс ол алып жерге сүртіп, өзіңе кетсін, бәлең өзіңе кетсін деп, ол бәлені саған қайтарып, сен оны тосып алып, қайта оған қайтарып, сол садақа беріп отырыңдар енді екеуің екі ортада бір-бірлерге бәлеңді атып. Болмайды, керек жоқ, ештеңе айтпай қой, Алла қабыл қылсын деп берер. Әйелім телефонның шиқолын ауыстыра береді. Неден болуы мүмкін? Әйеліңе внимание керек. Әйел телефонын ауыстыр, шиқолын ауыстырса, әйел көрсеткісі келеді, жаңалық көргісі келеді. Сенен көрмей жатыр деген сөз. Сен өзің чехол сияқты ауысып тұр, еркек. Мейірімді бол. Бүгін күл, ертең қалжыңда, үшінші күні күлдір, кафеге апар, қыдыр, қолынан ұста. Өз қолынан ұстамағасың әйеліңді. Чайды берген кезде бүйтіп астынан бүйтіп ұстап, қолыңды бүйтіп сипаласаң, байғұстың жүрегі жарылып кетеді. Мынау не деп жатыр деп әбден ойланады. Сен соны істемейсің, сен романтика жоқ сенде. Әйел чехол не өзін ауыстырады? Романтика керек. Романтика жаса. Әйел адам солай. Сіз кейбір әйелдерге романтика жоқ, оған ақша керек. Ақша болса романтика өзі келеді. Сенде енді чехол сатып алатын ақша бар екен, значит, әйелге романтика керек. Кофеге апар. Кофе ішемейді ол. Шамаса да қандай кофе ішесің деп айтып, бүйтіп, барып, ана подноспен әкеп берші, ойбай, жылап жіберсін. Сен видеоға түсіріп, салып, бүйтіп, артынан сен салып, бетіңе сердечко қойып, байыма көз тимесін деп күшті болады. Солай. Құран қатым деген Құранды үйде оқымы, оны қазақша өзім оқысам бола ма? Болады. Оқи беріңіз. Нұрлан имамның эфирінде бірінші рет отырмын дейді. Тыңдап қалып жүрмін. Психологиялық тұрғыда мықты имам. Ол әйелмен әзбен байланыстырып айтып жүр дейді. Алла разы болсын. Енді шариғатпен айта берсем, шариғатқа дайын ба не? Сондықтан кейде адамына қарай айтылады да.
Күйеуге шықпай қалам ба деп қорқамын, жасым өсіп 35-те дейді. Сен аккаунтында сурет жоқ қой, сурет қоймайсың, мына түріңмен шықпай қаласың сен. Андай суретіңді қойып қой. Пляждағы емес, пляждағын көрсем жақындатып есі ауқатпай қысам. Бір нормальный орамалмен түскен, бүйтіп келін болғың келіп жүрген, тағып алып түскен суреттерін салып қой. Аккаунтта сурет жоқ, кім екенін түсінбейміз ғой. Соны жақсылап салып қой. Біраз суреттерін салып қой. Содан кейін в активном поиске де жазып қой, ұялма. Бәрі жақсы болады. Сон Құдайдан сұра. Суреттерін салып қой, бүйтіп түскен. Күшті болады. Сон Құдайдан көп дұға қыл. Я Алла бермағандай. Сәпсем ешкіммен сөйлеспей жүрген жоқ шығарсың, бар шығар, жетімдап жүрген. Соларға айт, басымды қатырма де. Аға, мен сіз сияқты болғым келеді, жасым 14-те дейді. Жаным сол, елдосым. Алла ұзақ өмір берсін. Сен мен емем, сен имам Ағзамдай боласың, сен Абайдай боласың, Машхур Жүсіптей боласың. Сол үшін оқу керек, жаным. Инстаграмда көп отыра берме, TikTok көре берме, Free Fire ойнай берме. Сен қолынан кітап түспесін, жаным. Сен қазір бізде молда ұстаздар көп. Мен күштімін, анан тыңдама да мен тыңдама деп, Нұрлан имам тыңдама деп айтқандар толып жатыр. Сен сондай оқы, осы барлығымыздың ортамызда тұрып беретін рефери болып бер бәріміздің ортамызда. Арбитр керек бізге қазір. Бізге арбитр таппай жатырмыз Қазақстанда. Мына жақта мен шықсам, мына жақта біреу шығып жатыр, мына жақта анан тыңдамау керек деп бәрі жабылып жатыр. Сен сол ортада тұрып арбитр боласың берсең. Сен сондай оқы, пока бәріміздің алдымызға тұрып, бәріміздің аузымызды жауып тастайтындай, сен сондай бол. Біз сенің артыңда тұрып, ұстазымыз деп сенің артында тұрайық біз. Құдай бізге өмір берсін, сен сондай бала бол. Сонда жақсы болады. Қазір молдалар көп, ойбой, сұмдық бұда бәрі. Шетінен білгіш бәрі. Нұреке жаяулатып келе жатып, күліп тыңдап келе жатырмын, өлтіресіз дейді. Қой, өлтірмеңіз. Күйеуім арақ ішіп, үйдегі заттарды залапқа өткізіп, арақ қылады, не істесем болады дейді. Қойдыру керек. Бұлай өмір жалғаспайды. Ондай күйде болса, бар болса бар, жоқ болса жоқ қылу керек. Ол өмір ондай болмайды. Түсімде күйеуім екеуміз Меккеде умрада жүр екеуміз жүріп бересіз ба? Екі мақсатқа жолат. Біріншісі барасы Меккеге, екінші үлкен орталарыңызда мәміле реттеледі. Бір проблема бар, сол реттеледі. Сараң адамның жүрегіне кіріп кеткен дүние ақшаны қандай дұға сүре оқып шығаруға болады дейді. Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз айтқан, әрбір үмметтің бәлесі болады, менің үмметімнің бәлесі дүние болады деген. Негізі дүние жүрекке кіріп кету өте қиын, бірақ сіз кіріп кетті деп айтпаңыз, бәрібір сіздің күйеуіңіз шығар, бәріңіз бауырыңыз шығар. Қалай болғанда да бар дүниенің зиян тимейді деп есептеймін. Ерекспеңіз бірақ. Апамыз онкологиямен ауырады. Алла шипа берсін. Жаман сөз айтады. Мені әдейі ауырттыңдар дейді. Қатты ренжітеді. Не істеймін дейді. Былай қойжан, сау адамды ұрып өлтіріп жатырмыз. Сау адамды. Аяғымен жүріп, өз тамағын өз тауып, туалетке аяғымен барып, памперс кимеген, денесіне пролежін жоқ, өз ішкен тамағын өз дайындап, өзі жуып тазалай алатын адамды ұрып өлтіріп жатырмыз шоколад үшін. Бір дизи үшін басын жарып ұрып өлтіріп жатырмыз балаларымызды. Енді сіз бұл нәрсені былай түсініңіз, сау адамның өзі солай айтса, ауру адамның күйі қандай болады? Сап-сау адам көріп, өз жүріп жатқанда ұрып өлтіріп жатыр. Ауру адам байқысы қайтсын. Қандай күйде жатыр? Мысалы, бізге уақыт тез өтіп жатыр, зу. Ауырып жатқан адамға уақыт өте ме, айтыңыздаршы. 15 минут бір жерің ауырса, шыдашы десінші саған. Врачты өлтіріп қоясын, жеп қойғың келеді. 15 минут шыдай тұршы десеш. Не айда жүрсіңдер, неге мен қарамайсыңдар деп прокурор милицияны қырып жіберетін келеді. Қарамай кетті, анау больницаға, приемный покойға барып қырғын шығарғандарыңыз естеріңізде ме? Босамай жүрген медсестраның жанын алып, санитаркаға мына бүйтпейсің бе деп врачтармен айғайласқандарыңыз, кейбіреулер врачтарды ұрған тек білеген күндеріңізді ұмытып қалдыңыздар ма? Уақыт өтпейді, 15 минут шыдай алмайсың.
Сондықтан ауру адамның жағдайын түсін. Оңай емес. Оның аузына сөзін терме. Ол ауыр. Енді ауру адам ғой. Ауру, түсінесің ба? Сондықтан соны түсіністікпен қара. Сондай болып қал, үндемей-ақ. Кейде ұрысып тұрса, үндемей-ақ. Сәл шыдасаң, өзі онколог екен ғой, өзі де бір жағына шығады, сол ұрысатын адамға зар боласың әлі. Сөйтші, сабыр ет, алтыным сол, сабыр ет. Алла дем салып беретін молда мешітте болады. Сондай жүрекке тыныштық сыйлайсыз. Тыныштықты дініміз береді. Дінді дін береді. Тыныштықты Аллаға деген иман береді. Аллаға деген сенім береді. Дүние мен ақыреттің бақытын береді сізге. Қызым кошмар көре береді, дем салдыру керек. Адамға малмен көшірме жасау қаншалықты дұрыс. Садақа, садақа тұтарудыл бәлә, бұл жерде ана адамның күштілігі болмау керек. Оқып, саған келейін деп тұрғанда тосып алып тұрып, шүф деп тұрып, ана малға салып жібермейді. Онда құдірет жоқ ешкімде. Бұл сенің шығының. Сенің мына садақа беру, дүние шығу, бәлені қайтарады дейді. Бір қызық оқиға есіме түсіп кетті, айтып берейін. Алла ойыма салып тұр. Бір патша ауырады. Ауырады, сондай денесі қақсап, жанын қоятын жер таппайды, жүрегі ауырып. Емделмеген адамы ішпеген дәрісі қалмайды. Содан не істеу керек дегенде, баланың қанын көру керек, дәмін деген екен. Содан бір баланы тауып, енді өлтірем деп қан ішем деген кезде әке-шешесіне ақша беріпті. Мына баланы беріңдер, тартып аламайды ғой. Әке-шешесі берсе керек. Содан балаға, құдайым, патшаға барсам, патша қанымды ішеді дейді. Молдаға барсам, қазыға ол үкім шығарып отыр, өлсе болады деп. Енді кімге барам, құдайым саған қарап тұрмын деп, жаңа 17-тегі, 14-тегі бала құдайға жағыпты. Содан кейін бұны естіген патша баланың қан ішкенше, халқымның қан ішкенше қояйын деп қойыпты да, жаңағы ақшаны берген, ақшасын берді ғой, енді баланы сатып алам деп. Сол садақа депті ғой. Сонда денесінің ауруы қойды дейді. Сонда сол жерде тұрған ұстаз ғалым айтыпты ғой, көрдіңіз бе, сіз халқыңыздан аласыз, бірақ халқыңа бермейсің, сол үшін ауру келді деген екен. Кейде ватузиддул умра, адамның өмірі берекелді болу үшін беру керек. Қазақ халқы не айтады? Сауыңда садақа бер дейді. Сауыңда жаса дейді. Сонда дұрыс болады. Яғни ауру келмей тұрып, басыңда басың, сенің адамның басы бір шығынға байланады. Бір ақсарбасқа байланады. Соны қолынан келгенше бәле келмей тұрып, ауру келмей тұрып, қиыншылық келмей тұрып, алтын басың сау болғанда басың сәждеге қойып, қолынан келсе малың таратып, жоққа беріп, ағайынға беріп, бергеніңді міндет қылмай Алла үшін беріп, сөйтіп үйренсең, адамның жолы ашыла бастайды. Түсінесіз бе? Өйткені саған қайдан ашылады? Сенің жақсы амалың анау адам сенен бата береді. Сен де маған берші, қазір мен саған бата беремін. Алла ұзақ, сондай баталар берем, қымбат бата берем. Күшті бата берем. Өмірде естімеген баталарым бар. VIP. Солай да. Беру адамның жолын ашады дейді қазақ. Бірақ қарапайым сөзбен ақ. Біз беру десе взятка беріп жүрміз. Ол ашпайды, наоборот, жолыңды жабады. Антикор көреді, прокурор милиция көрсе, жолың жабылады. 18 жастағы ұлым кілең скелет бастарды ұнатады. Қолына таққандары да сол скелет. Бастарының кружкасы сондай, қорқып жүрмін. Қой шыналарың жаман ғой деп айтамын дейді. Енді пайда жоқ, 18-де айтқаннан пайда жоқ. Енді скелет баса балада кішкене проблема бар, баланы түсіндіру керек, айту керек. Енді одан қорықпаңыз. Скелеттен өзі скелеттер тиіспейді екен ғой. Қасыңда жүргендер скелет болып, скелет ішінде бар екен, ұрып өлтіреді екен. Бәріне бермесең ұрып өлтіріп қояды екен. Кассана сондай екен. Бәріне жесең ұрып өлтіреді екен. Ол скелет өлтірмейді екен. Ана ішінде скелеті барлар өлтіреді екен, апасын екен. Үйленгім келіп жүр. Қыз 11-ші сыныптан кейін оқымаған.
бірақ логистика саласында жұмыс істейміз бірге. Ата-анама үйленгім келеді десем, оқымаған ертең қандай адам болады деп бетке басады дейді. Сен бәрін айтып бердің ме, бәрін? Ол оқымаған, тупой деп бәрін айттың ма? Не шаруаң бар сен? Кейде айтатын нәрсе бар, кейде айтпайтын нәрсе бар, кейде кейін уақыт өтеді. Алла біледі ғой, сол оқымаған қызға күндер қарай ма? Оқыған қыз қарамай қоюы мүмкін қартайса. Біз ол қартаймай ма? Кәше емес шығар, ол қартаяды ғой. Қартайған кезде оқыған қыз қарамай қоюы мүмкін. Айтып, мен дипломым бар, мен магистратура оқығам, мен докторантура оқығам, сенің сасық мамаңды сасық киімін жуам ба десе, мамаңды тоқтайды. Сен ауырып қалсаңшы, сенің оқыған әйелің қарай ма? Қалай ойлайсың? Жоқ, мен деп былай аспанға қарап тұрса, Гарвардқа қарап, Стэнфордқа қарап, осыған қарау уақыт болмайды ғой. Қалай болады? Сондықтан абайлаңыз. Ауырып жүрген апама дәрілерін алып берсем, ол садақа болып санала ма? Міндет қылмасаң, саналады. Міндет қылмасаң, ертең сәлем бермей кетіп қалса, аузыңа келгенді сөйлемесең, садақа болады, сауап болады, жәрдем болады, бауырмашылық болады, сауаптың сауабы болады. Имам, бүгін нешеде мешітте боласыз? Отырмын ғой мешітте. Таңнан. Тамырды ұстап емдейтін емшілерге бару дұрыс па? Шариғат рұқсат ете ме? Қытай емшілері, қазақ емшілері де бар. Болады, проблема жоқ. Тамырдың ыстықтығын, суықтығын, пульсін әлде көреді дәрігерлер, ешқандай мәселе жоқ, жақсы нәрсе. Сізді тыңдасам рухани дамып қалам, Алла разы болсын. Алла деген үлкен әріппен жазыңыз, альхамдулилля. Сол дамығанды өмірге кіргізіңіз. Қазір осы жерде қанша сөз айттым, сол өміріңізге кіргізсеңіз, біреу болса да, сонда дамыған болады. А просто тыңдап, мына жағынан кіріп, мына жағынан шығып кете берсе, дамымайсыз. Даму деген сөз не? Даму деген өмірге кіргізу. Тыңдай беру емес. Бізде информация былай, істейтін адам жоқ. Бізде арман былай, талпыну жоқ, ұмтылу жоқ. Мәселе осында. Егер өзің ішпесең, бірақ ішетін адамдармен отырса күнә болады ма? Сен бірақ наша шекпейсің, бірақ наша шегетіндермен отырасың. Сен бірақ адам өлтірмейсің, бірақ киллер убийцалармен отырсың. Сен бірақ негізі сасық емессің, бірақ жуынбаған бомждармен отырсаң. Қалай? Жоқ, сен ішпейсің. Неге жақсы адамсың сенші? Бірақ анау иісі шығып кеткендермен отырсаң қалай болады? Жұқпай ма? Әтір сататын магазинге кірсең, реклама жасамай қойын аттарын, үстің бәрі әтірдің иісі шығып тұрады. Неге? Өйткені жақсыдан шарапат шығады да. Туалетке кіріп 2 сағат отырсаң, телефон шығып. Темекі шегетіндердің қасына отырсаң, денеңнен не иіс шығады? Түсінде әйел адам ақша берді. Оны алдым. Сосын қасымдағы әйел адамдар көре алмай ауыр сөздер айтты. Мағынасы қандай ұстаз дейді. Өкініш, біреудің артына бір сөз келесі, бір нәрсе істеп жүрсің. Өкініш, қалай болғанда да бір өкініш. Алматыдан келіп сізбен амандасып кетсек дейді. Келіңіз. Аға, музыкальный инструменттерді үйренгім келеді. Бір адамдардың еске музыкальный инструмент харам деп. Жоқ, елдос. Үйрен. Сен керексің бізге. Сен Құранда үйрен, сен дұрысты ұстаздардан да үйрен, сен музыкальный инструменттерді ойна. Тек қана қазақ, қырғызға тән емес, бүкіл әлемнің инструменттерінде ойна. Бізге мәдениет, өркениет, болашақ, тәлім, білім, ғылым, бізге өнердің барлығы керек. Біз төмен сүйремеуіміз керек. Дін төмен сүйремейді, жаным. Анау харам деп сөйледі ма, ондайларға жолама. Мен тыңдай бер, жаман болмайсың. Сон мен саған айтам, мен бәрін тыңдап болғаннан кейін мен саған айтам, кім тыңдайтыныңды. Қандай кітап оқу керек екенін айтам саған. Сондықтан жаным, сен үйрен елдос жаным. Жаңа 14-тем дедің ғой, мен 14-тімде имам болғам уже. 14 жасымда бас имам болғам. Содан бері міне 30 жылдан асты. Әлі қызметте осы халқыма қызмет жасап келем. 30 жыл болды. Назарбаевпен қатар болғанбыз, енді атам кетіп қалды енді қазір. Сондықтан айналайын. Сен керексің бізге. Сен сияқты азамат бізге 14 жаста бала өнер мен білімге құмар болу керек. Сөз сөйлеу, қазақтың батырлар жырын жатта. Тілдік
біздің мәдениетімізді дамыту керексің. Сол сен сияқты інілерімізді дамытады жан. Көп кітаптар оқы, көркем әдебиеттерді оқы. Бейімбет Майлинді көп оқы. Сұлтанмахмұт Торайғыповтың өлеңдерін жаттап ал. Жамбыл атамызды оқы. Енді Мәшһүр Жүсіптерді оқуға болады, бірақ сәл әлі оған дайындалу керексің. Сондықтан осындай нәрселерді үйренсең, сен көп пайда келтіресің ұлтыма жан. Той қалай болды кеште той? Шақырған жерден қалма, шақырмаса барма деп енді шақырғаннан бардық, жақсы, алхамдулилля. Мен бірақ отырамадым, кіріп құтты болсын да айтып, содан қайтып кеттім, өйткені қайтуым керек еді. Амансыз баға, 2009 жылы Жезқазған қаласында некемізді қиып берген едіңіз дейді. Аллаға шүкір, биыл 16 жыл болады отасқанымызға, сізге мың алғыс дейді. Мен не қатысым бар? Мен екеуіңді оқып бердім, болды. Бергеніңді алдым. Шын ниетімен оқыдым, бірақ осылар бақытты болса екен деп. Ештеңе бермесең де риза болып некелерін қиып беремін, өйткені үйленгендерге қуанам. Жақсы, құтты болсын. Бақытты болыңыз. Енді сол 16 жылда ары қарай дамытыңыз. Ұрпақтарыңызды салихалыққа үйретіңіз. Алла разы болсын. Оқыңыздар. Қыз балалар оқу керек. Кішкене білімдеріңізді, өрестеріңіз, еркек дүние табам деп жүргенде балалардың қасында сіз отырасыз. Ананың білімді, тілі шешен, мысалы Күнімжан анамыз Кенесары ханның әйелі 8 тілде сөйлеп үйренген. Кім үйретті оны? Колледжге барды ма? Мотивация алды ма біреуден? Жоқ, өзін-өзі жетектеді, өзін-өзін үйретті. Көрдіңіз ба? Ол кісілерде мүмкіншілік жоқ еді, сізде мүмкіншілік бар. Соның бәрін оқыңыз, жазыңыз, үйреніңіз, дамыңыз. Соның бәрін өміріңізге кіргізіңіз. Сабырлыққа апарып бас идіріңіз. Содан кейін күте біліңіз. Бұйырса жемісі үлкен болады. Қыз оқыса, үмбет оқиды. Қыздарымыздың оқыған дұрыс қарындасым. Балаларыңызды оқытыңыз. Қарызға батып, балаларды оқытсаң жақсы болады. Ана біреу жазып отыр ғой, қарыздан қалай құтылам деп. Өтірікті азайтсаң, қарыздан құтыласыз. Жолда келе жатқанда дәретсіз дұға оқуға болады ма? Дұға оқу үшін дәрет шарт емес. Бірақ жолда келе жатқанда бүйтіп кете бермеу керек. Бәрін не қайыр тілеп жүрме деп түсінбейді. Дұға деген қол жаю емес. Дұға деген жүрекпен шығады. Біреулер бар, қолын жаяды да ойы басқа жақта. Көйлек алып алыпты ғой мынау. Ай сауырлы. Қашан көйлек алды екен мынау бейшара? Мебель алыпты мыналар. Сен де қол жаясың, ой Алла оңбаған деп. Сол саумен боламыз. Амин алай жасалмайды. Амин де, жүрекпен шыққан дұғаны дұға дейді. Бізге дұғаның түр-түрін жасап атырмыз. Неге қабыл болмай атыр? Өйткені мына жақ пен мына жақ үйлеспей атыр екеуі. Сенсіздер ма? Содан кейін мынау главный. Ісің жүрген жүрісің. Осының бәрі бір жерге шыққанда дұға болады. Біздше дұғада бүйтіп тірілеп атырмыз ғой, өтпей атыр. Дұғада өліп кетіп атырмыз, бүйтіп кетіп атырмыз. Но что-то өтпей атыр бәрібір. Неге? Значит, молдада емес, проблема сенде болып тұр. Аға, сіз үлкен көрінесіз дейді. Еркек адамдар солай үлкен көрінгісі келеді, әйел адамдар жас көрінгісі келеді. Ол еркектің табиғатында. Мен 14 жасында имам болғанда 80-дегі ақсақалдармен жүретін. Мен движение шалдармен жүретін. Содан шалдардың сөздері, кейде ақсақалдардың сөздері жоқ баған. Мен контингентім үлкен кісілер. Енді қазір азайып қалды ол кісілер. Бәрі жатып қалды. Сонда келімен кеткен балаларды көруге міндетті емеспіз бе дейді. Жаңа түсіндірдім ғой сізге. Әй, сені көргісі келмеген адамға неге жабысасыз? Айтшы. Тағы да айтам. Не деген қалай түсіндіретін түсінбеймін. Сені көргің келмейді десе, жоқ сен қатын боласың деп айтасың ба? Семен өмір сүргің келмейді, құрышы бар десе, құс келеді, сен зорлап бала қаласың ба? Зорлап бай қаласың ба? Мына көкіректі, кешіріңізден сасық деп айтпай қойын, мына көкіректі кейде төмен баса білу керек. Мына намаз не үшін үйретеді? Намаз не үйретеді білесіздер ма? Намаз құлшылық қылумен бірге адамның мына көкіректі сындырып үйретеді. Сасық тәкаппарлығыңды төмен басып үйретеді. Орныңды біліп үйренесің. Бүйтіп мұрныңды кере бермейсің, мен бастық болғам деп. Сенің заманың өтті. Болды, басың төмен ей. Орныңды біл. Топырақтан өзі қайдан шыққан біз өзі?
Қабірге мына жерден шыққан нәрсенің барлығы мысалы қара. Шөп, су, тәтті тамақ, вишня, алма, алмұрт, барни неден шығады бәрі? Жерден шығады. Жерден жейсің де аузыңа саласың, аузыңнан қайтадан боқ болып жерге түседі. Боқты қайда тастайды? Жерге тастайды. Соң қабірге қайтып өзің кіресің. Сонда қалай екен? Айран бала екен, бүйтіп, неге? Өйткені сол несіне мақтанасың деген сөз. Жердегісің бәрі, жерге жақын бол. Сен басқан шөп үстің өседі. Түсінесіз ба? Тура сол сияқты сенімен көздескім келмейді дегендердің проблемасын көтермей-ақ қойыңыз. Орта жоқ, сен қарау керексің десең, жек көріп керек бар ма соның? Мен өткенде ата-ана мен бала туралы айттым. Бағу керек емес деген жоқпын, бағу керек. Бірақ махаббатпен бағу керек та, менің әкем, менің шешем деп, қашан өліп қалады екен, ел болды деп емес. Сонда бағу бола ма сол? Бағу керек, мен бақпау керек деген жоқпын, бағу керек. Бірақ бағатын адамды бағасың да. Әй, мен куәсімін ғой, сен менен сұрай бер. Мен космостан алып айтпаймын. Әкесі бүйтіп жатса, мен иман үйріп жатырмын да, оқып жатырмын. Қазір қайтыс болады, қазір оқы, отыр менің қасыма, баласын айтып жатырмын. Папасы ауырып өлейін деп жатыр, мен оқып жатырмын. Мен айттым, аяғын оқала дедім. Үстеме қойыңызшы Нұреке. Күнде оқылап жатырмын. Өзіңіз оқи беріңізші дейді. Ей, оқы, отыр, менімен бірге қолын аяғын бүйтіп оқалап отыр дедім. Өйткені көріп тұрмын да, адам кетіп бара жатқан. Ол ойлап жүрген жоқ та, бөлмейді деп. Уже бір ай ма 2 ай жатқан адам. Мен оқыдым, өлді. Сол өліп болғаннан өліп қалды ғой дейді. Өліп қалды ғой дейді. Не керек? Көрініп тұр да, сол сияқты махаббатпен жақсы көр дегенді түсіндіріп тұрмын. Шешесі араластырғысы келмесе сізді, значит сізде проблема бар. Жақсы болсаң, неге саған жақындамайды адам? Сұрамайсыз ба, неге маған жақындамайды? Біз ана келін оңбаған. Сен сөйтіп айта бергеннен кейін сенің бетіңді көргісі келмейді да. Сізге оңай, маған оңай емес. Мына қабылдай білу керек, адамшы. Қабылдай білу, сен жауап беріп жатқанда көріп тұрмын, саған ұнайтын нәрсе айту керек. Жоқ. Сен ұнаған нәрсе біреуге ұнамауы мүмкін. Қабылдай біліңіз өзіңізді. Сен жақсы көрмейтін шығар, елдің бәрі жақсы көру міндетті емес шығар. Біреудің ұнамайтын да бар. Сол сияқты нәрсе. Сен көргісі келмейтін шығар. Көргісі келмесе не істейсіз? Зорлайсыз ба? Менімен араласу керексің сен. Жоқ, өзі біледі. Біз демократиялы елде өмір сүреміз. Өзі біледі. Өзі біледі. Адам адамға тартылу үшін адамдық көрсете білу керек. Түрі соны бағалау керек. Дұрыс айтып жатыр дейді. Оқсашы, жаза бермей маған. Тыңда ана елді де. Жақсы болады. Көрдіңіз ба? Сенікі дұрыс. Маған сен демеңіз. Мен бесім тербеткен жоқсың. Саған ұнайтын нәрсе айту керек, сол кезде саған ұнайды. Менікі ғана дұрыс десең, сенікі дұрыс емес. Бізді қонаса тыңдамай қойыңыз. Ана баламен араласу керек, менікі жүру керек деген жоқ, жүрмейді сенікі. Жүру міндетті емес. Аяғым ауыр, өзейде ұл дегді, түсімде босанғанымды жиі көремін. Қыз босаныппын, есімісін жолдасым. Жақсылыққа жоқ болыңыз. Жаңылмаса мен күтіп отырау деймін, күтіп отырса, онда эфирді аяқтай салайын. Айып өтпеңіздер. Маған ба? Келіңіздер. Кешірім сұраймын. Алла разы болсын, кісі келіп тұр екен.